Nuray, iying bir eкен ғой. Анау сияқты. Жоқ, анау сияқты. Nuray, көрді, не салбасыңдар? Үй салдық ата. О, әдемі, әдемі. Ата, ана биік үй кімдікі? Аны көктөбе мұнарасы дейді. Кәне қаласаңдар сол жаққа барайық, а? Жүріңдер. Бұл мұнара арқылы бүкіл қазақ елі теледидар көреді. Осы жерден әуе толқын арқылы әр үйге көріністер жетеді. Биік екен. Я, биіктігі 372 метр. Сондықтан да мұны мұнара деп атайды. Мен сіздерге қазір бұл мұнарадан да биік дін туралы аңыз айтып берейін. Жүріңдер. Алақай ата, сенің аңыздарын жақсы көрейін. Ал енді мен сендерге ертегімді айтып берейін. Айналайындар, баяғыда ғұн дәуірінің кезінде бір патшаның өте көрікті қызы болды. Ханның қызының сұлулығы соншалық көрген адамдардың бәрі ғашық бола береді екен. Хан жапан далада биік мұнара салғызып, қызын дыңның үстіне отырғызып. Содан бері ол жерде бол жеткенде дың сұлу деп атаған екен. Ата, дын деген не? Дың деген биік мұнара деген сөз, айналайындар. Содан арғырай не болды? Хан дың ішігіне қызын отырғызғанмен қоймай, айналасына алпауыт 40 күзетшіні орналастырыпты. Олармен шайқасқан ер азаматтар ылғи жеңіліп, сұлуға қолдарын жеткізе алмапты. Сонда дын сұлу мұнарада өмір бойы отыра берген бе? Жоқ, айналайындар, сол өңірде бір елге белгілі Әлеупа дейтін батыр жігіт болыпты. Ал Әлеупа дыңды хан сарайында көргеннен бірден ғашық болған екен. Ғашығының жапан далада мұнара басында отырған естіген Әлеупа батыр дыңға барып 40 күзетшімен айқасқан екен. Батыр жеңді ме? Енді батыр 40 күзетшімен 40 күн айқасыпты. Оның махаббатының күші 40 күзетшінің күшінен берік болғаны соншалықты, дыңға деген сезімі тылсым күшке айналып, ауымен мұнара басына қалықтап жеткізіпті. Мұны көрген дың сұлуы таң қалып, Әлеупа батырға ғашық болып қалыпты. Содан әкесінен рұқсат сұрап, екі ғашық қосылыпты. Міне, балалар, айналайындар. Содан бері сол мұнараны дың сұлу мұнарасы деп атап кеткен екен. Дың сұлу мұнарасы, қандай керемет. Міне көрдіңдер ме? Нағыз жақсы көру деген осы. Нағыз жақсы көрсең, биік мұнара да, әскер де ешқашанда тосқауыл бола алмайды, айналайындар. Ал анау мұнараны жақынырақ барып тамашалайық. Жүріңдер.